Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Таңғы аста таңғы жаңалықтарымызбен бөлісеміз. Қазақстанда егов қызметтерін QR-код арқылы алуға болады. Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев Қазақстанда келесі айдан бастап мемлекеттік қызметті QR-код арқылы алуға болатындығын айтты. Мобильдіктің тұрақты трендін есепке ала отырып, біз смартфонсыз өмірді елестете алмаймыз. Сол себепті қазіргі егов мобильді қосымшасын қарқынды түрде дамытып келеміз. Мобильді қосымшаның көмегімен қазірдің өзінде жиі сұранысқа ие 60 түрлі қызмет пен сервис қолжетімді. Егер сіз бұл қосымшаны белсенді түрде пайдалана білсеңіз, QR-кодты санай отырып егов порталына тіркелуге болады. Азамат компьютер арқылы егов мобильді қосымшасы арқылы QR-код көмегімен өтінім жазып, еговтағы қызметке сұраныс бере алады. Министр қазіргі таңда мамандар бұл қызметті жүзеге асыруға кірісіп кеткен. Кезең-кезеңмен мемлекеттік қызметтерді QR-код арқылы алу мүмкіндігін кеңейтілетінін айтады. 15 мамырдан Қазақстанның ішкі бағыттарына темір жол билеттерінің сатылымы ашылады. 2020 жылдың 1 маусымнан ішкі темір жол қатынастарын кезеңмен қалпына келтіру туралы шешім қабылданды деп хабарлады жолаушылар тасымалы баспасөз қызметі. Осыған байланысты 2020 жылдың 15 мамырдан Қазақстан Республикасы аумағы бойынша жүретін жолаушылар пойыздарына билеттер сатылымы ашылады. Республика ішілік пойыздар қозғалысын екі кезеңде 2020 жылдың 1 және 10 маусымнан іске қосу жоспарланып отыр. Пойыздар тізімінен www.railways.kz сайтынан толық біле аласыздар. Қазақстан 2035 жылға дейін қалай дамиды? Нәтижесінде 2035 жылға дейінгі еліміздің болашақ бейнесін жобалау, жекелеген тақырыптар бойынша қоғамның даму көріністері мен сценарийін жасау жоспарланып отыр деп хабарлайды Қазақпарат. Мұндай ірі зерттеу жұмыстарына жетекші сарапшылар қатысады. Сарапшылар құрамында БТС Digital білім беру орталығының жетекшісі Саясат Тұрбек, Халықаралық құзыреттілік академиясы директоры Лейла Асылбекова, жаңа мамандық Атласы жобасы жетекшісінің орынбасары Евгений Виноградов, талап қолданбалы зерттеушілер орталығының аға сарапшысы Ескендір Ақылбаев, Education for All инклюзивті білім беру орталығының жетекшісі Камила Ролан және басқа да мамандар бар. Форсайт Қазақстандық қоғамдық даму институты рухани жаңғыру бастамасымен 2020 жылдың соңына дейін келесі тақырыптар бойынша өтеді. Қазақстандық бейнені қалыптастыру, Қазақстан халықаралық аренада және инклюзивті дүниетаным мен инклюзивті қоғамды қалыптастыру. Осымен біздің таңғы жаңалықтарымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.